Қайырлы күн достар, баялдыдан салат дайындаймыз. Ең алдымен баялдыны ұзынша етіп турап аламыз. Қатты жұқа, қатты қалың қылмаймыз, орташа етіп турап шығамыз. Баялдыны суға салмаймыз, бірден қуыратын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаға тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді бізге ұн мен күнжіт қажет болады. Бірінші баялдыны алып, ұнға ұнатып, содан соң жұмыртқаға салып, содан соң күнжітке салып, 180 градус қызып тұрған пешке 15-20 минутқа салып пісіріп аламыз. Баялдының екінші түрін дайындаймыз. Бірінші ұнға ұнатамыз, содан соң жұмыртқаға салып, қызып тұрған табаға майымызды құйып, орташа отта баялдыны екі беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Қуырылған баялдыны қағаз салфеткаға салып, жақсылап суығанын күтеміз. Баялдының күнжітке піскен түрін дайындаймыз. Арасына майонез саламыз, салат жапырағын салып, қияр мен қызанағымызды салып, баялдыны ораймыз. Баялдының күнжітке піскен түрі өте пайдалы, әрі дәмі сондай керемет болып шығады. Міндетті түрде осы күнжітпен піскен түрін дайындап көріңіздер. Баялдының екінші түрін дайындаймыз. Екінші түрі де дәл солай, арасына майонезімізді жағамыз, салат жапырағын саламыз, қызанағымыз бен қиярымызды салып, баялдыны ораймыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біздің баялдыдан дайындалған салаттарымыз дайын. Кез келген мерекелік дастарханға өте әдемі үйлесетін салаттардың түрі, дәмі сондай керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.